Ұлағатты сөздер. Дене мен рух жеке-жеке нәрселер болумен қатар адамның өміріне соншама сәйкескен, тіпті біреуінде болған ақау екіншісіне де әсер етеді. Әрекет етудегі мақсатқа адам ең алдымен өзін өзі жетілдіру, содан кейін бір үйде немесе бір қалада тұратын басқаларды жетілдіру арқылы жетеді. Егер мақсатың болмаса, көк те тындыра алмайсың. Ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе тындырмайсың. Күшіне сенген адам ғана мақсатына жете алады. Адамдарды алдына қойған мақсатына қарай бағалау керек. Сөз жүзінде емес, мінез құлықты іс жүзінде шыңдау арқылы іске асыруға болады. Мінез құлық әркімнің өзінің кейпін көрсететін айна. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы. Өзгермейтін, түзелмейтін мінез болмайды. Сондықтан бір жарамсыз қылықты ақтап, аршып алу үшін мінездегі кемістікті сылтау етіп тіпті бос сөз. Адам өз мінезіне өзі жауапты. Зейін дамытудың ең жақсы тәсілі. Адамдарға ықыласты болуға өзіңді үйрету. Өзің туралы ойдан, өз қам-қарекетіңнен бойыңда алшақ ұстау. Арман жарық жұлдыз, онсыз айқын бағдар жоқ. Бағдар болмаған соң алға басу да тірлікте жоқ. Жеке өмірде терең сезім адамға зор қуат береді. Өзің терең қуатты сезімдерге баули алмағандар бүгін біреуге, ертең біреуге үстірт, кездейсоқ сүйіспеншілік білдіруге құштарланып тұрады. Біздің жеке басымыз бақ, ал біздің ерік жігеріміз оның бағбаны. Рухани байлығы мол, жоғары идеяларға берілген адам қиын жағдайлардың өзінде де қайратын жоймай, тіпті шат көңілмен өмір сүріп, жұмыс істей береді. Міндетті түрде күн сайын аз да болса, міндет борышын атқарып отыру тамаша іс. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Сүюге үйрету, махаббатты тануға үйрету, бақытты болуға үйрету. Бұлар өзіңді өзің құрметтей білуге үйрету, адам баласының бойындағы жақсы қасиетке үйрету болып табылады. Өзіңді өзің бағындыруға, өзіңе өзің билік көрсетуге кішкентайыңнан үйрен. Құлқың соқпаған, бірақ қажетті істі атқаруға өзіңді көндіре біл. Тиістіні тындыру, ерік, қайраттың бірінші қайнар бұлағы. Өзіңді өзің тәрбиелеу үшін алдымен өзіңді өзің қатал әрі әділ сотына тарта білуің керек. Нені тез орындау көзделсе, қандай жағдайлар кездеспесін орындайтын бол. Орындайтын ісіңді жақсылап орында. Ұмытып қалғандарыңды еш уақытта да кітаптан іздеме. Оны өзің еске түсіруге тырыс. Ақыл ойыңды барлық күш-жігеріңмен тек іске жұмсай біл.